Ассалаумағалейкум, арнамыздың құрметті қымбаттылары. Қазақстандағы және әлемдегі болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды қошқардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. Павлодарда 1,5 жасар сәби көз жұмды. Павлодарда 1,5 жасар бала терезеден құлап оқиға орнында көз жұмды, деп хабарлайды мәдени портал КЗ. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, жедел жәрдемге сағат 19:23-те Торайғыров көшесіндегі үйлердің бірінде биіктен құлау оқиғасы бойынша шақырту түскен. Медициналық бригада бірінші санаттағы шұғыл шақырту бойынша шығып, оқиға орнына 2 минутта жетті. Дәрігерлер 1,5 жасар баланың қайтыс болғанын анықтады, дейді дәрігерлер. Желіде тараған ақпаратқа сәйкес, бала 6-шы қабаттағы пәтердің ашық терезесінен құлап кеткен. Оқиға болған кезде оның ата-анасы үйде болғаны айтылған. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.